Қазір Алматы қаласындамыз. Алматы қаласы маңында Ащыбұлақ деген ауылда қараңыздар, мынадай жоба жасап жатырмыз. Мынаның төбесінде Ащыбұлақ авто деп жазылып тұрады. Асты май ауыстыру, анау көлік жуу. Мына жерде де көлік жуу. Мына жерде жазылып тұрады көлік жуу деп. Ана баспалдақ төртінші тұрғы да, соның үсті терраса. Адамдар шай, кофе ішіп отырады, пока машинаның майын ауыстыранша. Ана екінші қабат полный стеклянный столовый болады. Осында май ауыстыру ненің артында жіңішке тағы бір ұзын бөлме бар ғой. Сол жерде ана көлік, автобөлшектер, көліктің майлары деген сияқты осындай бір шағын көлікке арналған орталық. Ана жақта главный көше, ана жақта орталық көше. Машиналар сол жақтан кіреді. Мына шарақ полный алып тастайды. Мына жер үлкен парковка болады. Осындай шағын проект. Жаңағы мойка мына астында. Мына жер терраса, қараңыздар. Мына жерде столдар тұрады, адамдар шай, кофе ішіп отырады, пока машинасын жуғанша, майын ауыстыранша. Мына жерде адамдар көтеріледі. Мына екінші қабат түгелінен асхана. Так, екінші қабат мына жақ түгел асхана болады. Қараңыздар, қандай үлкен асхана. Почти панорамный терезе от пола до потолка. Ана жерде аварийный выход, сыртқа лестница. Мына мен тұрған жерде не болады? Ана тамақ, осы жерде тұрады, тамақ тарататын жер, тамақ алатын жер. Мына жақ көрпістер. Главный көше осы Ащыбұлақ ауылындағы. Мына жаңа орталық көше, я. Мына біздің ғимаратымызбен тұр. Мына жер түгел асфальт төселеді, парковка болады. Мына шарбақ алынып тастайды, мына жер полный ашық болады. Ар жағында тауларды көріп ма? Вот. Сол жақ Алматы қаласы, сол жақта. Мына көше Алматыға баратын көше. Мына қараңыздар. Мына мана айтқан дүкенге кіретін есік, мына жер стеклянный. Осы жерден дүкенге кіреді. Мына жақтан уже ана стол мойкаға кіреді.